Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз духовкада дайындалатын өте жұмсақ әрі дәмді пирожкиді пісіреміз. Біз бос ыдысымызға бір шыны сүтімізді, бір шыны суымызды, сүт міндетті түрде жылы болу керек. Сұйық майымызды, қантымызды, тұзымызды және 2 қасық дрожжымызды салып араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Біз енді елеп алған қамырымыздың үстіне фольгамызды жауып, жылы жерге қойып, 2 есе болып көтерілгенше ашытып аламыз. Енді біз нанымыз ашығанша картошкаларымызды ұсақтап турап, үстіне су құйып, тұз салып, баяу отта езілгенше пісіріп алып, пюре жасап аламыз. Біздің қамырымыз осындай әдемі болып ашыды. Енді біз азғантай ұн сеуіп, ұнның көмегіменен нанымызды бөліктерге бөліп, домалақтап аламыз. Біздің пісіріп қойған картошкамыз дайын болды. Енді біз оған майымызбенен сүтімізді құйып жасап аламыз. Енді біз домалақтап қойған нандарымызды қолымызбен осылай етіп жайып, 1 қасық пюремізді салып түйіп аламыз.